Салқын көрермен, жаз мезгілі ағзаны дәрумендермен байыту кезеңі болып табылады және біздің рационымызға пайдалы қасиеттермен ғана емес, сонымен қатар қауіп төндіретін ерте пісетін көкөністер мен жемістер де қосылады. Көкөністер мен жемістерді сатып алғанда біз олар қауіпсіз емес пе деп жиі ойлаймыз. Біз күнделікті жеп жүрген көкөністердегі нитраттардың мөлшері қандай? Нормадан аспайды ма? Және жалпы нитраттар дегеніміз не? Бүгін осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Ол үшін студиямыздың бүгінгі арнайы қонағымен таныстырып кетейін. Маңғыстау облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Сатқанбаева Баян Төлеубердіқызы келді. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз, жалпы нитраттар дегеніміз не? Азық-түлік құрамындағы нитраттардың жоғарылауы адамға қандай әсерін береді? Туралы толығырақ тоқталып кетсеңіз. Рахмет. Саламатсыздар ма облыс тұрғындары, қонақтары, біздің облысымызға келіп жатқан жаз мезгілі басталды. Қазіргі таңда барлық сауда орындарында, кез келген жерде бақша өнімдері қазір сатылып жатыр. Бау-бақша өнімдері негізінен нитраттарды қосып, немесе тыңайтқыштарды осыларды қосып, өнімді тез жинап және нету үшін, өсіру үшін тыңайтқыштар қосады. Сол тыңайтқыштардың бірі мына нитраттар болып табылады. Бұл нитраттар дегеніміз азот қышқылы. Азот қышқылы енді тыңайтқыштарды қосқаннан кейін бұл өнімдер тез өсіп, тез өнімді жинайды. Алайда оның шамадан тыс болуы адамның ағзасына әсер етіп, адамдардың тамақтан улануына әкеліп соғуы мүмкін. Нитраттар енді жаңа бау-бақша өнімдері деп жатырмыз. Қауын-қарбыздар міне біздің облысымыздың сауда орындарында қазір сатылып бастады. Алайда міне маусым айынан басталды. Алайда бұл бау-бақша өнімдерінің әсіресе мына қауын-қарбыздардың жаңағы өз пісуі негізінде шілде айының аяғынан басталу керек. Қазан айына дейін созылады, негізінде піскен уақыты сол болу керек. Алайда қазіргі түсіріп отырған бау-бақша өнімдерінің нитраттардың көп болуы мүмкін. Енді жаңа сөзімде айтып кеттім, нитраттар дегеніміз ол азот қышқылы. Адам егерде осы қауын-қарбызды жеп адамның организміне түссе, мысалы шамадан тыс мөлшерде адамның организміне түссе, одан адам ауырып қалуы мүмкін, тамақтан улану болуы мүмкін. Нитраттар қандай өнімдерде кездеседі? Бұл өнімдер улануды тудыруы, айтып өттіңіз ғой, улануды тудыруы мүмкін деп. Бұл қандай өнімдерді тұтынбаған жөн жазғы мезгілде, соған тоқталсаңыз? Жаңа сөзімнің барысында айтып кеттім, жаңа тыңайтқыш ретінде қолданады тез өсу үшін. Көбінесе мына қауын-қарбыздарда өте көп болады. Енді оның жаңағы мөлшері бар. Мысалы қарбызда 80 миллиграммнан артық, 60 миллиграмм на килограммға артық болмау болса, қауында 80 миллиграмм на килограммнан аспауы тиіс. Егерде осы шамадан тыс артық түсетін болса, адам организмі мысалы ол жаңағындай тамақтан улануына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар мысалы ол тек қана қауын-қарбыз емес, қырыққабатта болуы мүмкін, қызылшада болуы мүмкін, немесе сәбіздің ішінде болуы мүмкін. Міндетті түрде сатып алған кезде міндетті түрде қарау керек. Сатып алардың кезінде сыртының зақымдануы, майыспауы, оның кейбір мысалы ақ түр белгілері болады, мысалы ішін кесіп қараған уақытта да соған міндетті түрде қарау керек сыртқы келбетіне. Содан кейін судың ішіне салып, мысалы қарап, оның нитраттардың несін мөлшерін азайту қажет. Сатып алған әрбір тұтынушы үйге келгенде міндетті түрде қарау керек. Сатып алатын уақытта міндетті түрде ілеспе құжаты деген бар. Сол қауын-қарбыздың тексерілу, зертханалық тексеруден өткені, оның жаңағы шамадан аспайтын көрсететін міндетті түрде құжатын сұрауға міндетті тұтынушы. Кейбір мысалы нелерде сауда орындарында сатып атады да тұтынушыға айтады: мен пышақпен кесіп берейін, сізге қарайсыз ба, іші қызыл деген сияқты, мысалы қарбыздың ішін айтып атады ғой. Алайда бұған да өте мұқият болу керек. Ол пышақтың қай жерде жуылып жатқаны, ол қай жерден қалай нетіліп жатырғаны, мысалы ол жуылмай келесі қарбызды да ашып нетуі мүмкін. Сондықтан бұған да кеңесіміз тұрғындарға кесіп алып қарауға мұқият болыңыздар деп, кесіп алмаңыздар. Міндетті түрде егер де құжаты болған жағдайда болса, мысалы сіз өзіңіздің отбасыңыздың, семья мүшелеріңіздің уланудан сақтайсыз. Сондықтан осыған абзал. Жаңағы пышақтың тазалығынан бөлек те,
қызыл болып шығуы да мүмкін, бірақ ол жаңа айтады ғой, тыңайтқыш, болуы ол да ішінде жаңа бояу заты көп болуы мүмкін. Ол мысалы жаңа айтып кеттім ғой, нитраттар, мысалы азот қышқылының тыңайтқыштың көп болуынан ол қызаруы мүмкін. Оған сенуге болмайды. Қып-қызыл болып тұрса да, оған да сенуге болмайды. Енді сөзіңіздің арасында, сұрағыңыздың арасында айтып кеттім, тамақтанудан басқа қандай болуы мүмкін. Міне жаз мезгілі келді, тек қана қауын қарбыздан емес, біздің облысымыз балық аулау жөнінде, балықты тұтыну жөнінде жоғарғы орынды нетеді, жаңағындай жоғарғы орындамыз. Сондықтан мына кез келген жерде мысалы сатылып жатқан балықтың егерде құжаты болмаса да балықты сатып алуға болмайды. Себебі біздің облысымызда 22 жылдан бастап осы күнге дейін 11 адам балықты жаңағыдай ботулизм ауруымен тіркелді. Бұл енді көбінесе ботулизм ауруымен жаңағыдай балықты жеген уақытта, сосын жаңағы консервіленген салаттарды немесе консервіленген әртүрлі заттарды қолданған уақытта адам ауруы мүмкін. Бұл ботулизм ауру деп аталады. Бұл тамақтан уланудың ең ауыр түрі. Сол 11 адамның ішінде бір адам бізде Маңғыстау ауданында қайтыс болды. Сондықтан халыққа тағы да нететініміз, кеңес беретініміз, балықты сатып алған уақытта міндетті түрде құжатына қарау керектігін, кез келген жерден қолдан сатып алмау керектігін соған кеңес береміз. Сонымен қатар мына банкіде жаңағындай салаттар сатылған уақытта оның ішінде де жаңағындай температуралық режимін сақтамаса, ол жаңағы өзі бір күмпеп өзінің несі болады, қақпағы көтеріліп тұрады. Соған да көңіл бөлу керек. Көбінесе көп адамдар үйден жасаймыз да, жаңағындай сақтап қоямыз да, оны 2 жыл, 3 жылдан кейін қолданамыз. Оған да көп жаңағы ботулизм ауруына ауырып қалмау үшін осыған да көңіл бөлу қажет. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, нитраттарды, қауын қарбызды мына бақша өнімдерін алған кезде құжатын сұрап деген сияқты тексеру. Жалпы осы нитраттардан уланудан қалай қорғануға болады және белгілері қандай болады, оны мысалы байқамау мүмкін ба? Қандай жағдайда дәрігер көмегіне жүгіну қажет? Енді қауын қарбызды алып жегеннен кейін, егер де сіз оны жаңағы нитраттың мөлшері шамадан тыс мөлшерде сіз жеген болсаңыз, ол кезде адамның жүрегі айнып, құсып, іші өтіп сөйтіп бастайды. Міндетті түрде ол үйден емделу керек емес. Оны міндетті түрде аурухана, жұқпалы аурулар бөліміне барып, содан емделуге жақсы. Бұл ауру негізінде жұқпалы ауру болып есептеледі. Біздің қазіргі жұқпалы аурулар бөлімінде қанның құрамын анықтап, сол нитрат бар ма, жоқ па, метглавин деген қарайтын диагностика бар қазір. Соған қаралуға болады, жүгінуге болады. Адам организм сол немен уланған ба, уланған жоқ па. Сол қанды тексеру арқылы адамға ем жасайды. Сондықтан міндетті түрде, егерде сіз осындай белгілерді, клиникалық белгілерді, ішіңіз ауырып, басыңыз айналып, немесе құсып, оны қауын қарбыз жегеннен кейін, немесе бау-бақша өнімдерін жегеннен кейін, кез келген ауруды, мысалы осындай белгілер, клиникалық белгілері болған жағдайда міндетті түрде медициналық көмекке жүгіну керек. Өз бетіңмен емделуге болмайды. Жаңа айтып отырмыз, ботулизм ауруынан мысалы адам қайтыс болды. Тамақтан уланулар өте көп кездесіп жатыр біздің облысымызда. Былтырғы жылда тіркелді, мысалы қоғамдық тамақтану орындарымен, былай үйдегі дайын тамақтармен, кейде болады жаңағы үйде жаңағы тамақтарды шикізатпен жаңағы піскен затты бірге тұтыну, немесе бірге байланыста жасау тамақты да әзірлеу, сондай болуы мүмкін. Немесе қолды жумау, ол да іш ауруларының бірден бір жаңағы фактор болып есептеледі. Сондықтан тамақтан айтады ғой, тамақтың алдын алу керек, ауырып қалмау үшін. Сондықтан мұқият болып, өз денсаулығыңызға қарап, егерде осындай клиникалық белгілер болса, міндетті түрде медициналық көмекке жүгінуге шақырамыз. Жаз мезгілінде көп тұтынатын жаңа өнім қарбыз бен қауын дедіңіз ғой, осы тексеріп алған жағдайда да оны сақтау жолдары бола ма? Қалай дұрыс сақтап, қалай тұтынған жөн? Тоңазытқыштарда мысалы көп мөлшерде 2-3 күнге сақтауға болмайды. Кесілген қарбыздарды мысалы кейде сатып аламыз да, оның жартысын кесіп, жартысын жейміз де, жартысын холодильникке салып қоямыз ғой тоңазытқышқа. Алайда оны 2 күннен артық сақтауға болмайды. Кесіп алдыңыз ба, келесі күні жеп тастауыңыз керек. Оны арқарта сақтау, ол енді білесіз, арқарта бұзылып кетуі мүмкін, ол ашық күйде сақталады тем более.
Сондықтан осыған да көңіл бөлген жөн. Тамақтың өзінің сақталу режимдері бар. Жаңағы әрбір тоңазытқыштың берілген нұсқауында жазылып тұрады, қандай тамақ қандай режимде, температуралық режимде сақталу керектігі жөнінде. Соған да мұқият болу қажет. Және осы қауын қарбыздар бізге басқа елден келіп жатады, иә? Бізде өзіміздің жергілікті де өседі, және көбіне жаңағы Өзбекстаннан келген қарбыздар деген сияқты сатып жатады. Солардың келу, мысалы, жол бірнеше күнде келеді деген сияқты, олар ешқандай зиян келтірмей ме? Енді жоғарғы, мысалы, шерез жағында біздің шекарамыз арқылы біздерге жеткізіледі, ал басқа облыстардан, басқа елдерден әкелініп жатыр бізге тамақтарды. Міндетті түрде, олар келетін уақытта міндетті түрде қарайтын өзінің мамандары бар, келе жатқан шекарадан өткен міндетті түрде. Оның құжаты бар ма, жоқ па, қандай жағдайда алып келеді. Мысалы, үлкен жүк, тамақ таситын жаңағыдай үлкен транспортпен алып келеді, ол машиналармен. Оларда температуралық режим болу керек міндетті түрде. Оған да көңіл бөлген жоқ. Бірақ алып келіп ашып сатылғаннан кейін де тұтынушы біледі, ол сыртының жаңағы айтады ғой, орысша айтқанда вид дейді, жаңағы қарбыздың түріне қарап, майысқан ба, ол бір жағы бұзылып жатыр ма, кейде бір иісінен де білуге болады да, оның түріне, иісіне, соған да көңіл бөлген жақсы. Тақырыпқа байланысты тағы алып қосарыңыз бар ма? Енді облыс тұрғындары міне жаз мезгілі келді, өздерінің денсаулықтары өздеріңіздің қолыңызда дегім келеді. Тұрғындарға міндетті түрде тамақты сатып аларда, міндетті түрде құжат тұтынушы ретінде құжатты сұраңыздар. Егер де сіз ауырып қалған жағдайда, жаңағы тағы да айтатын, медициналық көмекке жүгініңіздер, өз беттеріңізден емделмеңіздер. Сосын мына нені жаңағыдай пышақпен кесіп жаңағы қарап алады дегенді, мысалы, оған да қараңыздар, мұқият қараңыздар. Себебі ол жуылу пышақтың, немесе ол бір жаңағындай бір ненің ішіне салып қояды, шелектің ішіне салып қояды, ол су аударылып жатыр ма, аударылып жатқан жоқ па, мысалы, оған көңіл бөліп жатқан жоқ. Сондықтан барлық облыс тұрғындарын ауырмаңыздар, аурудың алдын алайық, сақтанайық деген келеді. Баян ханым, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздегіміз келеді. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.